Мен тәуелсіздіктің құрдасымын. Тәуелсіздіктің құрдасы атану мен үшін үлкен мәртебе, бақыт, мақтаныш. Мен Әбілтаева Айжан Дәулетқызы 1991 жылы 3 мамырда Көксу ауданы Мұқыры ауылында көпбалалы отбасында дүниеге келдім. Орақ тілді айтыскер ақын Қалқа Жапсарбаев атындағы орта мектепті аяқтадым. Білімімді театр саласында алып, еңбек жолымды Мұқыры халық театрында бастадым. Мұқыры халық театрының ашылуына мұрындық болған 2 мәрте социалистік еңбек ері Нұрмолда Алдабергенов пен өзімнің атам режиссер, актер Жақып Әбілтаев халық арасынан шыққан өнерпаздарды жинап театр құрған. Мен де еңбек жолымды осы театрда музыкалық жетекші қызметін атқарамын. Театрымыздың жетістігі Алматы облысы бойынша халықтық атағы бар ұжымдар арасында өткен фестивальда үздік театр атағын алды. Елдің болашағы білімді жастардың қолында екені анық. Бүгінгі жас ертеңгі маман. Мен үшін отаныма аз болса да пайдамды тигізіп, елімнің болашағы үшін еңбек етуден асқан абырой жоқ. Біздің ендігі мақсатымыз тәуелсіздігіміздің одан әрі нығайтып, мәңгілік еліміздің көзін қарақшығындай сақтау. Тәуелсіздіктің құрдасы болу да бір бақыт. Отанымыздың даңқын асыру біздің міндетіміз. Тәуелсіздіктің ақтаңында туып өскен біздер үшін бұл үлкен қуаныш, үлкен мереке. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болып, халқымыздың абыройы, беделі асқақтай берсін демекпін. Тәуелсіздіктің рухы күшті, ғажапын. Бізге оңай келген жоқ қой азат күн. Еркіндіктің желбіретер көк туын. Біз жастарымыз болашағы қазақтың. Мен сенің жалғыз тамшы тасқанымын,